Сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі өтетін видео сабағымыз Pinduoduoдағы керекті батырмалар мен категориялармен танысатын боламыз. Алдыңғы видео сабақтарымызда Pinduoduoны сайттан жүктеп, регистрация жасап, карго адрес толтырып, төлем картасын енгізген болатынбыз. Егер осыларды жасамаған болсаңыз, менің каналыма өтіп, тегін видео сабақтарды көрсеңіз болады. Ал қазір енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Pinduoduoда категориялары осылай үстінде тұрады. Осылай жүре берсеңіздер, әртүрлі категориялар бар. Ал біз бұны түсінбегендіктен, былай скриншот жасап, біздің переводчикқа кіріп, аударсақ болады. Переводчиктегі мына камераға кіреміз де, манағы скрин жасап алған суретімізді таңдаймыз. Мінекей аударылып жатыр. Жақындатып көреміз. Түсінбеген жерін осылай переводчик арқылы аударып тұрсаңыз болады. Мына бірінші тұрған бізге ұсынылатын негізгі бетіміз. Ал мына екінші тұрған категория женский киімдер. Көйлектері бөлек, рубашка бөлек. Мына үшінші категория балалар мен мамочкаларға арналған заттар мен киімдер. Мысалы, мына памперсті бассақ, памперстің әртүрлі дүкенін, әртүрлі выборларын шығарып береді. Келесі категория аяқ киімдер мен сумкалар. Осылай категорияларды аударған сайын суретімен түсінікті болып шыға береді. Келесі категория ер адамдардың киімдері. Келесі категория универмаг, үйге арналған универсальный заттар, бытовой товарлар. Одан кейінгі категория домашний текстиль, орамалдар, көпшіктер, постельный комплект сияқты товарлар. Мысалы, орамалға кірсеңіз, орамалдардың әртүрлі дүкенін, выборларын шығарып береді. Келесі категория украшениялар. Әртүрлі бижутериялар, сағаттар бар. Келесі категория спорт пен отдыхқа арналған товарлар. Келесі категория үйге арналған товарлар. Одан келесі категория макияж. Боянатын косметикалар, әртүрлі бет күтіміне арналған косметикалар, шаштың күтіміне арналған товарлар. Одан кейінгі категория электроника. Одан кейінгі категория көріп тұрғанымыздай іш киімдер. Сөйтіп суретімен бірге түсінікті болып әртүрлі категориялар шыға береді. Мынау мебель деген сияқты. Мұнда электроприборы, фен, пылесос, электрочайники сияқты товарлар. Осылай әртүрлі категориялар суретімен бірге түсінікті болып шыға береді. Келесі категория компьютерлер мен компьютерге арналған товарлар. Ал енді мына басты бетіндегі керекті батырмалармен танысатын боламыз. Мына басты бетінде бізге ең керектісі мына екі батырма. Мына бірінші тұрған будильникте скидканың бітуіне аз уақыт қалған товарлар. Әртүрлі бір уақыттарда скидкамен басталатын товарлар тұрады. Ішіне кіріп көрейік. Мұнда да әртүрлі категориялармен берілген. Мына жерде уақыттарымен көрсетіп қойған. Бұл осы уақытта скидкамен сатылып басталады деген. Мына затты басып шығып кетеміз. Келесі мына грузовиктің белгісі бар батырма. Бұл жерде люксовый качестводағы товарлардың скидкамен тұрған жері. Бұл жерде көбінесе бренд товарлар болады. Төменге түсе берсеңіз, осылай бренд дүкендер шыға береді. Мұнда да осылай үстіндегі категориялар арқылы өзіңізге керекті товарларды іздеп тауып ала бересіз. Осылай оң жаққа қарай жүре берсеңіз, әртүрлі категориялар шыға береді. Осы грузовиктің ішінен мына Adidas сияқты басқа да атақты брендтерді таба аласыз. Осы Adidasқа кірсеңіз, Adidastың барлық товарлары шығады. Мына затты басып басты бетіне шығайық. Мына астындағы белгілерге қарасаңыз, мына бірінші тұрған үйдің белгісі, ол осы басты беті. Ал мына екінші тұрған товарлардың видеороликтары TikTok версиясы деп те айтуға болады. Осы видеоларды да қарасаңыз болады. Ал мына SMS-тің суреті бар батырма, сіздің барлық SMS-тарыңыз осында тұрады. Ал мына оң жағында астында смайликтің суреті бар батырма, менің деген профиль беті. Қазір мына профиль бетіндегі керекті батырмалармен танысатын боламыз. Мына жерде ақшасы төленбей, алынбай қалған товарлар тұрады. Мына екінші батырмада, яғни сіз товарды сатып аласыз да, басқаларымен бөлісе аласыз. Сол кезде сол товарыңыз осы жерге түседі. Үшінші белгі, сағаттың белгісі, сатып алған товарыңыз осында тұрады. Продавецке SMS барады, сосын продавец упаковкаға салып дайындайды. Келесі белгі мына грузовиктің белгісі. Грузовиктің белгісі жанса, товарыңыз жолға шықты деген. Одан кейінгі белгі оценка, товарыңызды қолға алғаннан кейін оценка қалдырсаңыз болады. Сосын мына грузовиктің жұлдызшаның үстінде осындай батырма бар. Бұл жерде сіздердің барлық берген товарларыңыз, барлық заказдарыңыз осы жерде тұрады. Енді астында осындай батырма бар. Бұл Тото кошелек. Банковский картамызды тіркейтін кезде осы батырманы басып өтеміз. Банковский карта тіркеудің менің каналымда бөлек тегін сабағы бар. Әлі тіркемеген болсаңыз, менің каналыма өтіп қарасаңыз болады. Келесі мына батырмада купоны бар товарлар тұрады. Келесі батырма избранный товарлар. Сохранить етіп алған товарларыңыз осында тұрады. Байқасаңыздар, Pinduoduoда корзина болмайды. Жүрекше басып сохранить етіп алған товарымыз осы избранныйда тұрады. Келесі мына плюс деген батырма, біздердің жазылып қойған дүкендеріміз тұрады. Одан кейінгі мына аяқтың белгісі, сіздердің бүткіл қарап кеткен дүкендеріңіз тұрады. Кейде бір товарды қарап жүрекше басып сохранить етіп алуға ұмытып кетсеңіз, осы аяқтың белгісі бар батырманы бассаңыз, сіздің бүткіл қарап кеткен товарыңыз осынан шығады. Мына соңғы юаньның суреті бар белгі, возвратты осы жерде жасайсыздар. Доставкаға шықпай тұрып, возвратты осы жерде жасайсыздар. Келесі керекті батырма осы геолокация. Қытайдағы каргоның адресін осы жерге кіріп толтыратын боламыз. Келесі белгі осы настройка. Обновление жасайтын кезде осы настройкадан жасайтын боламыз. Обновление жасаудың да тегін видео сабағын менің каналыма өтіп көрсеңіз болады. Осымен ең керекті батырмалармен, категориялармен танысып өттік. Видео ұнаса, маған лайк басып, каналды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.
Менің каналымда Пиндодонун басқа да тегін видео сабақтары бар.